Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен сіздерге бүгін іш қатуды үй жағдайында қалай емдеуге болатынын айтатын боламын. Іш қату әрбір адамда болатын басты мәселенің бірі. Оның толыққанды шешімі болмағанымен, оны кейінге қалдыруға болады. Іш қату сирек шығатын құрғақ ауыр немесе қиын дәрет. Ол сирек кездеседі. Үлкен дәретке бара алмай 3 күндей одан көбірек мерзім тік шек бойымен ештеңе түспеген жағдайда адамның іш қатуы дейді. Іш қатуы көбіне тамақтану рационының бұзылуы салдарынан және де дене шынықтыру жаттығуының жеткілікті айналыспаушылықтан болады. Мұндай жағдайда суды көп ішіп және жеміс-жидекті, ірі ұнтақты ұннан пісірілген нанды, бидай талқанын, арпа, сәбіз, мейіз, жаңғақты асқабақ және күнбағыс шемішкелерін көбірек жеу керек. Іш жүргізетін дәрі-дәрмекті нәрестеге және кішкентай балаларға бермеңіз. Егер бала қаталап, үлкен дәретке бара алмай жүрсе, құйрығынан аздап қана өсімдік майын жіберіңіз. Әйтпесе қажет болса, сұқ саусақты майлап, жайлап қана тығыздалып қалған қатты нәжісті алып тастауға болады. Егер асқазан қатты ауырып тұрса, ешқашанда іш жүргізетін немесе іш тазалайтын күшті дәрі-дәрмек пен сұйықтықты қолданушы болмаңыз. Үй жағдайында іш қатудың емі қандай? Бірінші, таңертең ыстық 1 стакан су ішек құрылысының жұмысын жақсартады. Екінші, таңғы астан алдын біраз қасық зәйтүн майын ішу іш нәжісті жұмсартады. Үшінші, лактоза мен сүт қанттың суда ерітіп ішу майда бұл қант диабетімен ауыратын адамдарға болмайды. Төртінші, ішті алақан арқылы сағат бойымен ұқалау. Бұл ішек жұмысын жақсартып және ауырсынуды басады. Бесінші, күніне 1,5 литр су ішу. Алтыншы, тұрақты түрде спортпен айналысу, яғни жүгіру, йога, велосипед немесе суда жүзу. Жетінші, ыстық қалташалар ішектегі ауырсыну мен іш қатуда көмектеседі. Сегізінші, зығыр тұқымы, ашытылған қырыққабат және минералды су қосылған қоспа іш қатуына көмектеседі. Тоғызыншы, банан мен шоколад іш қатуды тоқтатады. Достар, егер де бұл видео сіздерге ұнаған болса, пайдалы болған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.